Ақшаны бәрі де жақсы көреді, бірақ оны сақтап әрі көбейте түсу үшін жақсы көру жеткіліксіз. Тағы да бір кеңес, есіңізде болсын, қарызға ақша сұрағыңыз келсе, ақша сұрауыңызда әдемі және аяқ астынан болу керек. Армысыздар, бұл теңге мания бағдарламасы және мен, оның жүргізушісі Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Өздеріңізбен ойын ойнаймыз, жеңімпазға ақшалай сыйлық беріледі. Бүгінгі бағдарламада теңге шоу айдарында жеңімпаз қандай сауалға жауап беріп 10 000 теңге ұтып алды. Азық-түліктің бағасының 200%-ға өсуіне кім кінәлі? Ақша адамды бұзады. Жақсы адам аяқ астынан жаман адамға айналып кетуі мүмкін. Иә, ақша арасында да адамды бұзады. Сондықтан да біздің елде жақсы адамдар көп. Ақшаны депозитте сақтаған неге тиімді? Мүлтіксіз сақталатынына қандай кепіл бар? Сыйақы көлемін кім және қалай тағайындайды? Жауаптарын теңге мания бағдарламасынан білетін боласыздар. Ал әзірге болашақта біздің табысымыз бен шығынымызға не әсер ететіні туралы сөз қозғайық. 200% және одан да жоғары. Ұлттық экономика министрлігі азық-түлік бағасының шарықтауына инфляция емес, сатушылар кінәлі екенін мойындады. Мемлекеттік органдар негізсіз бағаны көтеріп жіберген базар әкімшіліктеріне қатысты арнайы шаралар қолданады. Ең қажетті азық-түліктің үстеме бағасы 200-ден астам пайызға өскен. Қазақстанда ККС бойынша есепке алу шегі 2 есе төмендейді. Нәтижесінде жылдық айналымы 31 миллион теңгені құрайтын компания 2020 жылы 12% қосымша құн салығын төлейтін болады. Қазір шек көлемі жылына 63 миллион теңгеден астам. Дайындалған заң жобасына сәйкес аталған шек көлемі бірнеше жылда кезеңмен төмендейтін болады, деп хабарлайды Капитал KZ. Жаңа дағдарыс қытайлық па? Қытайдың берген несиесі мен елдің ішкі жалпы өнімінің алшақтығы 2016 жылдың наурыз айында 31-тен асып кеткен. Бұлайша айтқанда, бұл артық қарыз көрсеткішінің 3 есе артуы. Қытайдың борышқорлық тәуелділігі әлемдік ірі дағдарысқа ұрындыруы мүмкін, дейді халықаралық есеп айырысу банкі. Қалтамда 700 теңге қалды. Бір апта жұмсауға болады. Сондықтан да үйден шықпай 2 апта отырамын. Сіздермен бірге теңге мания бағдарламасы және оның жүргізушісі мен есімім Бауыржан Орда. Өздеріңіз білетіндей, банк сөзі Италияның үстел сөзінен шыққан. Алғашқы банктер шынында да үстел болатын. Айырбастау үшін ақшаларды үстіне жайып қоятын. Ол кезде адамдар жиған терген тиын тебендерін банкіде сақтаушы еді. Шыны банкілерде. Ал бүгінгінің адамдары ақшаны жинаудың мәнін жақсы біледі. Өйткені депозит деген сиқырлы сөз бар. Ақшаны банкте сақтау қаншалықты тиімді? Мүлтіксіз сақталатынына кім кепіл береді? Салым үшін банкты қалай таңдаған дұрыс? Жауаптарын теңге мания бағдарламасынан білетін боласыздар. Әзірге бұл жөнінде қазынет не дейді екен? Назар аударыңыздар. Ұлттық валютаны банк депозиттерінде сақтаған қаншалықты тиімді? Қай депозитті таңдағаным дұрыс? Депозиттен түсетін кірісті қалай есептеуге болады? Болашақ клиент банкті қалай таңдауы керек? Салымды банктен мерзімінен бұрын алуға болады ма? Депозитті кепілдендіру жүйесі қалай жұмыс істейді? Әрі қарай көретіндеріңіз, капиталға айналдыру деген не және қалай есептейді? Бірнеше минуттан кейін теңге шоу айдарында кімнің қаржылық сауаттылығы басым болып, 10 000 теңгені ұтып алатынын көреміз. Мәселен, мен ғашық болу дегеніміз, ол барлық ақшаңызды басқа біреудің ұялы телефонына салу деп айтар едім. Сонымен теңге блиц айдары қанша адам болса, сонша пікір немесе сонша проблема барын көрсетті. Әр банктың мөлшерлеме есептеу жүйесі түрлері және депозит мерзімі бар. Достар, жағымсыз жағдайға тап болмау үшін ең басты құжатпен салымшының келісім шартымен мұқият танысу керек. Мазалаған сұрақтарыңыздың жауабын осы келісімнен табасыздар. Қол қоймас бұрын құжатпен толық танысып алғандарыңыз абзал. Банк таңдау барысында неге көңіл бөлу керек? Мөлшерлеме қалай есептеледі? Ең бастысы оны кім және қалай қалыптастырады? Мәселенің мәнін теңге мания айқындап береді. Банк салымдары туралы сөз қозғағанда, кез келген ұжымда ақшаны тек үйде және валютамен сақтау керек деген қағиданы дәлелдеуге дайын тұратын сарапшылар табыла кетеді. Олай болмаған жағдайда жиған терген ақшаңнан айырыласыңдар деп қорқытады олар. Алайда ұрылар қонаққа келмесін десеңіз, жинаған қаржыңызды банкке апарыңыз. Оны сақтап қана қоймайды, сізге сыйақы да төлейді. Ал ақшаны қандай валютада сақтаған тиімді?
Национальный банк совместно с правительством. Ұлттық банк Қазақстан Республикасының үкіметімен бірлесіп доллардан бас тарту шараларын жүргізуде және 2016 жылдың 1 ақпанынан бастап депозит бойынша мөлшерлеме 14%-ға төмендеді, ал шетел валютасындағы депозиттер 2%-ға дейін түсті. Өздеріңіз байқап отырғандай, ұлттық валютадағы депозит бойынша мөлшерлеме жоғары болғандықтан халықтың қызығушылығы да артып отыр. Более привлекательный для населения. Пайыздық мөлшерлеме бір ғана табыс көзі емес, салымды капиталға айналдыру деген түсінік бар. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл салымның сомасына қарай есептелетін және жинақталған пайыздың үстінен, сондай-ақ жаңа депозиттік жарнаға берілетін сыйақы. Банкпен келісімге отырғанда салымшы екі мөлшерлемеге назар аударғаны дұрыс. Олар атаулы және тиімді. Бүгінгі таңда барлық банктерде атаулы мөлшерлеме 14%-дан аспауы тиіс, және банктер тиімді мөлшерлемені де көрсетуге міндетті. Яғни бұл банкпен келісім аяқталғаннан кейін атаулы мөлшерлеме 14% және 14,9%-дық тиімді мөлшерлеме бойынша берілетін ақшаның нақты сомасы. 14,9% ай сайынғы салымның капиталға айналуды есепке алғандағы жылдық мөлшерлемесі. Депозиттен түсетін пайдадан бөлек ескеретін өзге де мәселелер бар. Айталық, кез келген уақытта ақшаны шешіп алу мүмкіндігі болу керек пе? Немесе тойға жинау қажет па? Түпкі мақсат айқындалғаннан кейін қолайлы банк таңдаймыз. Неге көңіл бөлу керек? Пайыздық мөлшерлеме көлеміне, банктың бөлімшелері мен терминал сандарына, келісімді мерзімінен бұрын бұзу шарттарына және депозитке қосымша сома салу мүмкіндігіне. Ең бастысы, банк Қазақстанның депозитті кепілдендіру қорына қатысушы болып табылады ма? Соған баса назар аударған жөн. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, все банки... Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ел аймағында қызмет етіп жатқан банктердің бәрі ислам банктерін есепке алмағанда депозиттер кепілдемесі жүйесіне кіруге міндетті. Демек, бұл банктердегі депозиттер мемлекеттік кепілдемеге алынған. Депозиттерге кепілдеме беру жүйесінің негізгі талаптары: ұлттық валютадағы депозитке берілетін кепілдеме көлемі бір банктың бір салымшысына 10 миллион теңгеге дейін және шетел валютасындағы депозитке 5 миллион теңгеге дейін қарастырылған. И по депозитам в иностранной валюте до 5 миллионов тенге. Егер сіз ақшаңызды банкке салуды ұйғарсаңыз, депозиттің қай түрі қолайлы екенін анықтап алыңыз. Мерзімдік салымдардың нақты белгіленген мерзімдері бар. Егер ақшаны ерте шешіп алатын болсаңыз, банк сыйақы көлемін төмендетуге немесе салымның шарттарына сәйкес келісімді мүлде бұзуға құқылы. Шартты салымдардың базалық сомасы және пайызы белгілі кезеңге жеткенде, мысалы балаңыз кәмелет жасқа толған сәтте төленеді. Талап етілмелі депозиттен қаржыны кез келген уақытта алуға болады. Былайша айтқанда, бұл пайыз өсімі аз төмен шот. Осы сәтте көретіндеріңіз 10 мың теңге кімге бұйырады? Дәл қазір теңге шоу бағдарламасынан көріңіздер. Ақшаларыңызды қайда саларыңызды білмей жүрсеңіз, менің қалтам әрқашанда ашық және бос. Сіздермен бірге теңге шоу бағдарламасы. Тарихқа үңілсек, алғашқы қаржы депозиттерін банк қызметкерлері емес абыздар қабылдаған екен. Патшаның тіпті бүкіл қаланың салымдары қазына қоймасында мүлтіксіз сақталатын. Бүгінде банк операцияларын жүргізу үшін банкке барудың қажеті жоқ. Ғаламтор банкинг жұмыс істейді, достар. Депозиттік карталар да шықты. Ол депозиттік есепке бекітілген төлем карточкалары. Салым бойынша есептелген пайыздық өсім бірден осы карточкаға түседі. Яғни ағымдағы шығындарды төлеуге және ақша аударуға болады. Өте ыңғайлы. Жоғары технология дамып жатыр. Ақша сақтаудың және көбейтудің жолы да сан алуан. Оны естен шығармау керек, құрметті көрермен. Жиған терген қаржыларыңызды депозитте сақтаңыздар. Біздің бағдарламада қаржылық сауаттылық лезде табыс әкеледі. Викторина сұрақтарына кім дұрыс жауап беріп, бағалы сыйлықты иемденеді екен? Теңге шоу айдарын тамашалайық. Бармыстар, құрметті ойыншылар. Бұл Теңгемания бағдарламасының теңге шоу айдары деп аталады. Қазір көз алдарыңызда мінекей 10 мың теңге. Енді осы 10 мың теңгені мен қолымдағы конвертке саламын. 10 мың теңге қазір кімге бұйырады? Ендеше Теңгемания ойынына, теңге шоу айдарына қатысатын ойыншылар бар ма? Қол көтерсеңіздер болады. 1, 2, 3, 4, 5 ойыншылар. Сіздерге бірден ойыншылар деп ат қойып, менің қасыма шақыруға рұқсат етіңіздер. Қанеке, жақындайық, мен шетіме тұрыңыздар осылай. Мінеке, құрметті көрермендер, ойыншыларға бір қолдау көрсетіп, көрермендер шапалақ ұрып қойсақ, шапалақ. Есіміңіз? Дәрмен. Дәрмен. Мадияр.
Мадияр, Сәуле. Сәуле, Нияз. Нияз. Диляра. Ойынның шарты мынадай. Қазір мен сұрақ қоям. Кім қол көтереді? Бірінші болып қол көтерген адам сұраққа жауап береді. Екінші турға, екінші кезеңге, яғни өтеді. Оның нәтижесінде ақша құнсызданады. Бірінші болып қол көтерген адам бар, иә? Инфляция, нет. Инфляция, дұрыс айттыңыз, иә, не инфляция, инфляция ақшаның құнсыздануы, банктың, яғни ғылыми тілмен айтқан кезде инфляция деп аталады. Сонымен, Мадияр, сіз екінші кезеңге өттіңіз. ақш-тың ең ірі банкноты. Бірінші болып Сәуле қол көтерді. $100. $100 деген жауабыңыз дұрыс емес деп айтпаймын, дұрыс. Сәуле менен Мадияр, сіздер екінші кезеңге өттіңіздер. Енді үшеуіңіздің ішінен, үш ойыншының ішінен бір ғана ойыншы екінші кезеңге жолдама алатын болады. Ақша қабылдайтын және беретін аппарат. Банкомат. Әрине банкомат. Сіз соныменен әрине банкомат екінші кезеңге өттіңіз. Құттықтаймыз. Есіміңіз? Дәрмен, Мадияр және Сәуле екінші кезеңде. Ал сіздерменен қоштасамын. Көңіл күйлеріңіз түспесін. Рахмет, шапалақпен шығарып салайық. Екінші кезеңде сіздер үшінші кезеңге, яғни финалға кім өтетін болады? Оны біз анықтаймыз. Ендеше сұрақ. Жалпы оның міндеті ұйымның қаржылық құжаттарыменен айналысу. Бірінші болып Сәуле қол көтерді, ол Банкир. банкир, финансист. Екі жауабыңызды да қабылдайын, алайда негізі есепші деп қазақша жай тілмен айтсақ болады. Сәуле, сіз үшінші кезеңдесіз. Ал енді Мадияр менен Дәрменді жарыстыратын боламыз. Сіз сұраққа жауап бермейсіз. Ендеше сұрақ. Сол құжаттың негізінде депозит ашылады. Ол қандай құжат? Я, Мадияр. Договор ма? Яғни қазақша айтқанда келісім. Келісімшарт. Келісімшарт. Мадияр, сіз үшінші кезеңдесіз. Дәрмен, мен сізді қимай қоштасамын. Ойынға жақсы қатыстыңдар. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал, олай болса, құрметті көрермендер және құрметті ойыншылар, біз бастаймыз. Әрине, ақтықсын сіздермен бірге теңге шоу айдары. Үшінші кезең. Қошеметтеріңіз. Сұрақ. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының банктерінде депозит бойынша бекітілген орташа сыйақы мөлшерлемесі қандай? Бірінші болып Мадияр қол көтерді. Процент па? Иә. 14. 14. Алайда 14 деген жауабыңыз дұрыс емес деп сіздің көңіліңізді түсірмеймін. Я, дұрыс, сонымен жеңімпаз Мадияр. Сізге Теңге Мания бағдарламасының теңге шоу айдарындағы жеңімпазы деген атақ беріп және 10 000 теңге ұсынамыз көпшіліктің көзінше. Енді жалпы конвертті ашыңыз, ішінде ақша бар екен, халық көрсін, көрсетіңіз. Көрдіңіздер ғой? Нағыз ақша, қол соғуға болады ғой. Бұл теңге шоу айдары сіздермен бірге болған мен, Бауыржан. Орда көріскенше күн жақсы болсын. Қолыңыздарды қысып қояйық. Құрметті достар, салымның металды түрде де болатын білесіздер ме? Иә, мысалы алтын, күміс немесе платина депозитін ашуға болады. Жалпы бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе айтарымыз, ақшаларыңызды кеңес уақытындағыдай жинақ кассасында сақтаңыздар. Бүгінгі күннің тілімен айтқанда банкте, яғни депозитте. Осылайша сіз ақшаңызды сақтап қана қоймайсыз, сонымен қатар мөлшерлеме жоғары болса, табыс та табасыз. Біздің ойынымызға қатысып, қаржылық сауаттарыңызды ұштай түсіңіздер. Сіздермен бірге болған Теңге Мания бағдарламасы. Көріскенше!